Ешкім алғашқы жарыңдай бола алмайды екен. Мен өмірде көп қиыншылық көрген адаммын. Күресіп келем. Бірақ күрескер де шаршайды екен ғой. Қатты күйзелісте жүрмін. Не себеп дейсіз бе? Оқу бітірген жылы 5 жас үлкен жігітке тұрмысқа шыққанмын. Шүкір, отбасылық жағдайымыз жақсы, айрандай ұйған берекелі жанұямыз. Күйеуімнің есімі Жалғас, мінезі отбасыға жайлы, өз тірлігін домалатып отырған азамат. Ата-анамның ақылын тыңдап, Жалғаспен тағдырымды жалғағаныма қуанышты едім. Дүниеге алғашқы қызымыз да келді. Қызы десе жанын беруге даяр, әркез қасынан тастамай, еркелетіп ертіп жүретін әкесі көп уақытын қызына арнайтын. Қызымыз Інжу 1 жасқа толғанда, оның туған күні мен тұсаукесерін қоса жасадық. Тойдан соң мәре-сәре боп үйге жеттік. Жалғас үйге келгеннен соң еденге құлады. Жедел жәрдеммен ауруханаға жеткіздік. Тойдың қамымен ұйқысы қанбай, шаршаған болар деп ойладым. Ертеңіне дәрігерлік тексеруден толық өткен күйеуімнің миында ісік бар екені анықталды. Бұл отбасымыз үшін күтпеген және өте ауыр жағдай болды. Күйеуім де, мен де салмысуға кеткендей тек күрсіне бердік. Дәрігер ем тағайындады. Ем алуды бастадық. Жалғастың өмірге деген құштарлығы жақсы. Бірақ өзінің дерті туралы барлық ақпаратпен танысып шыққан соң кез келген нәрсеге дайын болу керек дегенді жиі айтатын болды. Оның жағдайы күннен күнге нашарлай түсті. Аурумен арпалысып келе жатқанымызға 1 жылдан асыпты. Тепсе темір үзетін отағасымның 1 жылда құр сүлдерісі қалды. Дәрігерлер де соңғы мүмкіндіктің жоқтығын ашық айтты. Жалғас үшін бәрі мәнсіз боп қалды. Мен де онымен бірге өлуге даяр адамдай ештеңеге зауқым соқпай өмірге нали бастадым. Жалғастың демі таусылды. Ауруханада төсегінде жатып көз жұмды. Ол менің қолымды қыса ұстап Інжуге, өзіне өзің қамқор бол деген еді. Бұл сөздер менің құлағымда әлі күнге дейін естіледі. Жұбайымның қазасынан кейін оның айтқан аманаты қызым Інжу үшін өмір сүрдім. Уақыт емші, арада жалдар өтті. Бірақ өмір бәрібір жалғассыз бос еді. Осылай таңды таңға жалғап өмір өтіп жатты. Інжу жоғары сыныпқа өтті. Анам Жалғасты қашанғы жоқтай бермексің. Інжу де 1 жылда бой жетеді. Қыз, қонақ, ол кетеді сенен. Сонда қайтпексің. Өзіңе ұнаған ер азамат болса тұрмысқа шық дейді. Жымиямын да қоямын. Банкте жұмыс істеймін. Жұмыстармен ылғи бір кісі келетін. Әркез жұмыстары бола қалса алдын ала хабарласатын. Арасында жағдай сұрасып хабардала жазып тұратын. Не керек, қызметтік кездесулерге шақырып жүрген ол енді түстенуге, кешкі асты бірге ішуге шақыратын болды. Бірде оған өмірімнен сыр шерттім. Ол да өмірдің сынақтарына тап болған екен. Қазыбек жарымен мінездері келіспей ажырасып кеткенін айтты. Әрқашан қызы мен ұлына көмек көрсетіп, уақыт бөліп тұрады екен. Анам айтпаса қайта тұрмысқа шығу ойымда жоқ еді. Өмір заңдылығы, кейінгі өмірімді ойлап, Қазыбектің айтқан ұсынысына келісіп, 2 рет тұрмыс құрдым. Қазыбек те оқыған, көргенді жігіт болғандықтан отбасылық кикілжіңдер онша орын алмайтын. Отбасын құрғанымызға 1 жылдың жүзі болды. Табысты жақсы тауып жатырмыз, бірақ береке жоқ. Оның табысының көп бөлігі ұлы мен қызының оқу ақысы, басқа да шығындарына кетеді. Былайша айтқанда ол менімен бірге, бірақ табысы, ойы ұлы мен қызында. Негізі отбасындағы көп керіс ақшаға байланысты өрбейді. Адамды сөз бұзатын болса, отбасына ақша бұзады. Ақшасы көбейген еркек сыртқа көз тастап сауық сайран құра бастайды. Осыдан кеп отбасында ұрыс керіс орын алады. Немесе керісінше, отбасындағы жоқшылық болса да сен көп табыс таппайсың. Анау керек, мынау қажет деген секілді сөздер керіске бастайды. Мән беремін десем де кейде ашуға булығып, тілімді тыя алмай қаламын. Кейде менің табысым өзіме жетеді. Біз бір-бірімізді байыту үшін емес, бақытты ету үшін бас қостық қой деп өзімді ақылға шақырамын. Мүмкін менікі оның табысын емес, оның өзін балаларынан қызғану шығар. Десек те, бала-шағасы бар ер азаматпен бас қосудың өзіндік қиындығы көп екен. Ажырасқан еркекке тұрмысқа шығуда оңай емес.
Жаманда болса, алғашқы күйеуіңмен өміріңнің соңына дейін бірге болғанға не жетсін? Әйелдерге ой салсын, ер азаматына деген құрметі артсын деген мақсатта жазған хатым отағасыларына да арналар. Біреу қадірімді білмеген қадірлім-ау, қабірімді құшақтап жылап қалма деген екен. Сол айтпақшы, бір-біріңізді қуанта біліңіздер. Алғашқы жардың орнын ешкім баса алмайды. Сондықтан да жаманда болса аман болсын жарларыңыз деймін. Бір-біріңізді сыйлап қадірлей біліңіздер, ерлі-зайыптылар. Ал мен басқа түскенді көз көрер демекші, бәріне көзімді жұмып шыдаймын.